Баршаңызға сәлем. Бұл бізде MindLink бағдарламасы. Және бүгін бізде қонақта орыс тілі пәнінің мұғалімі Ахметова Гүлнар Нұртаевна. Қош келдіңіз. Көп рахмет рұқсат бергеніңізге бұл сұхбат үшін. Өзіңіз туралы қысқаша айтып кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Мен орыс тілі пәнінің мұғалімін. Ахметова Гүлнар Нұртаевна есімім. 45 жыл бойы осы мектепке білім беру балаларға білім беру саласында еңбек жасап жүрмін. Бала күніңізде қандай маман болуды армандадыңыз? Енді бала күннен бері осы мұғалім болу, ұстаз болуды армандадым. Оған себеп кім немесе не? Оған себеп мен өзім ойлаймын, осы ең бірінші мектепке барып, мектеп табалдырып бастағанда өзіміздің сүйікті де ең бірінші алғашқы ұстазымыз Занара Шагиевна үлкен себепкер болды деп ойлаймын. Ол кісі қазір өмірде жоқ, иманды болсын, бірақ баласымен, қызымен жаңағыдай хабарласып тұрамыз. Мұғалім болудың ең қиын тұсы қандай? Мұғалім болудың ең қиын тұсы ең бірінші бастамасы шығар. Мектеп институт бітіріп келгеннен кейін үлкен жолға шыққанда осы мұғалім болдым-ау деп, арманыма жеттім-ау дегенде өзіңді ең бірінші балалардың, оқушылардың алдында мұғалім ретінде, ұстаз ретінде сезіну маған өзіме қиындау болды деп ойлаймын өзімде. Ең қызық немесе есте қалған жағдайлар осы 45 жыл мұғалім болған уақытында? Әртүрлі өмір ұзақ қойды. 45 жыл осы мамандық иесі болып жүргеннен бері талай-талай оқушылар өтті алдымыздан, талай-талай тағдырлар болды балалардың. Ең қиыны осы мен үшін мына балалардың жаңағыдай отбасылық ата-ана ретінен қарамаған, селқос қарағандары, балалардың көздері мөлтіреп, жәудіреп, жаңағыдай мұғалімға бір үлкен сеніммен қарап, жаңағыдай өзі бір жылулық іздеп, сондай тағдыр, балалардың тағдыры көз алдымызда өтті. Сондықтан мен тілеуім балаларымыз әркез тек қана ата-анасының жанында жақсы азамат болып өссін деп армандаймын. Оқушылармен сіздің қарым-қатынасыңыз қандай коммуникация жасайсыз олармен? Мен өзім оқушыларыммен қатты ренішке кірмеппін осы уақытқа дейін. Енді жастау кезімізде болған шығар, енді бір түсінбеушілік, әркез тек қана жақсы болды деп айта алмаймын, бірақ та көбінесе балалардың ең басты жан дүниесін танып, жаңағыдай сұрақтарын шешіп, көмектесіп, қол ұшын беріп, ата-анасымен танысып дегенде сондай ұстаз болғаннан кейін мен ойлаймын, әр ұстаз сондай сұрақтарға шешу керек деп ойлаймын. Балаға жақын тұру, сондай ұстаным болу керек деп ойлаймын. Осы мектеп қабырғасында 45 жыл жүрсіз, сонда қазіргі оқушылар қандай және алдыңғы заманның оқушылар қандай? Салыстырсақ? Салыстырсақ, ол заманның оқушылары, енді ол болғанда бір заман ғой, бірақ арасында біраз уақыт өтті. Сонда да қазіргі заманның балалары енді кішкене ерекше деп айтуға болады, заманауи деп айтуға болады. Және де олардың таңдауы көп, зор деп айтуға болады. Сондықтан келешегі бар отанымыздың, еліміздің жастары да, осы алдымыздағы оқушыларымыз да өте бір сондай жақсы маман иесі, көп білімді, көп тілді болсын деп тілеймін де, және армандаймын да. Және осы балаларға мен өзім насихаттаймын. Көп тіл білген, ол өте өмірге үлкен бір жол өздеріне. Оқушыға сіз өзіңіз қалай мотивация бересіз? Қандай мотивация бересіз? Мотивация мен біріншіден өзім үлгі болуға тырысамын. Екіншіден өмірде бізде енді көп тәжірибе бар ғой енді. Сондықтан жақсы тұлғалардың, дана адамдардың өмірінен, өзімнің оқушыларының өмірінен, өз балаларының жетістіктерін айтып, және өзім
армандаған арманыма жете алған жерімді, жете алмаған жерлерімді балаларға енді дос ретінде жаңағыдай үлкен кіші емес, жай жолдас ретінде түсіндіріп айтамын. Қателеспесем, сіз Америкада болдыңыз, иә? Иә, Алланың қалауымен Америкада болдық. Күшті. Қызыңыз оқиды, иә? Қателеспесем. Америкада Чикаго қаласында Иллинойс аумағында, облыс дейді ғой, бізде облыс дейді, бұл жақта штат дейді. Сонда қызым еңбек етіп жатыр, қызымыз. Күшті. Кімге оқыған қызыңыз? Маған қызық болып тұр сол. Қызым IT саласында жұмыс істейді, IT-де оқыды. Сондықтан қазір заманауи ең сұраныс болып тұрған мамандықтың біреуі, балапандарым, сендерге де сол осындай ақ жол мен осындай биік жетістікке жетсін деп тілеймін. Қазіргі жастарға сіз өзіңіз оқыған бір қандай кітаптарды ұсына аласыз? Бір түйін алатындай оқушылар, жастар. Енді оқыған біз кезімізде енді оқыған кітабымыз көп, оның ішінде классиканы оқыдық, орыс әдебиетін, қазақ әдебиетін дегендей. Соның қазір біз осы программа бойынша оқып жатқан үзінділерді оқимыз. Мен өзім енді ең алғаш осы қолыма ұстап оқыған кітаптардың бірі осы Абай атамыздың өмірбаяны, Мұхтар Әуезов ағамыздың кітабы, және Чингис Айтматовтың кітабы. Сондай жақсы кітаптарды оқыған. Мен ойлаймын, ол өмірге философиялық көзқарас және өмірлік көзқарас, жаңа көп сұрақтарға жауап алуға болады. Иә, сөзбен толықтай келісемін. Әсіресе Абай жолы туралы айтып жатсыз. Өте керемет туынды. Сіз жас кезіңізде өз-өзіңізді дамыту үшін не жасадыңыз, не істедіңіз? Біз енді ауыл баласы болдық, бізде ауылдан шықтық, қасиетті Жаңажол ауылынан, Ашқұрсып апамыздың ауылынан. Сондықтан бізге қалаға бару оқуды қиындау болды. Себебі қаланың балалары, оқушылары, өзіміздің жаңағыдай замандастарымыз бір бізден ерекше болып тұрғандай болып тұрды. Бірақ адамның бәрі қолында, сондықтан тырмысқан адам, оқим деген адам, болам деген кісі, ол өз арманына жетеді деп ойлаймын. Сондықтан әркез тек жақсыға тырмыстық, жақсыдан үлгі алуға тырмыстық, және сол себепкер болған көп жақсы адамдармен кездесіп, өмірде сондай жақсы көп оқиғалар болды. Қазіргі таңда Қазақстанда орыс тілі пәнінің болашағы қандай сіз үшін? Қалай деп ойлайсыз? Бұл маңызды ма? Орыс тілі пәнінің болашағы, мен өзім ойлаймын, негізі біздің мемлекетіміз, еліміз көп тілді, көп ұлтты болғандықтан, сол тілдің бірі орыс тілі, бірақ мемлекет тіліміз біздің қазақ тілі. Сондықтан біздің еліміздің насихаты, әр адамның насихаты, үкіметіміздің насихаты, өз тіліңді құрметтеп, өзге тілді білдеп, сондықтан ойлаймын, сол көп тілдің бірі орыс тілі, бірақ келешегі бар ғой деп сенемін. Рахмет жауабыңызға. Ал егер сіз мұғалім болмағанда, онда қай саланы таңдар едіңіз, қандай мамандықты таңдар едіңіз? Мен осыға көп ойландым, бірақ өзімді басқа салада көре алмадым. Балалық арманым орындалды деп ойлаймын. Бала кезінде осы ұстаздан басқа бізде дәл қазірде көп маман болған жоқ таңдайтындай. Сондықтан осы салада ғана өзімді тауып, осы салада ғана көремін. Керемет жауап. Өмірлік ұстанымыңыз және қазіргі буынға кеңесті айтып жіберсеңіз. Өмірлік ұстаным, әркез тек әр адамның өзінің бір үлкен армандары болады, өзінің бастаған істері болады. Сол істі бітіру үшін әр адамның жақсы бір өзінің жаңағыдай өмірлік девизі демес ұстанымы болу керек. Сондықтан мен ойлаймын, біз бастаған істі бітіру, өз балаларыма да, үйдегі балаларыма да әркез айтып отырамын, бастадыңдар ма, ойланып шешіп сол жұмысты, соны аяқтау керек. Ортада жарты жолда қалдырмай, жаңағыдай
әркез тек қана алға тұрмысу керек. Бүгін болмай қалған іс, бүгін бітпей қалған жаңағыдай жұмысы не болмаса болмай қалған жолын әрмен қарай өзіңді жаңағыдай үміттендіріп алға тартып тек қана алдан көрінуге тырмысу керек. Иә, Солай, иә. толықтай келісемін. Алдағы енді өмірде тілейтінім өзі ең басты еліміз тыныш болсын, әркез осындай бейбітшілік заман болсын, келешегіміз зор болсын, алдымыздағы оқушыларымыз биік жаңағыдай қанаттары талмай биіктен көрініп, тек қана биіктен көріне берсін. Үлкен дана болсын, үлкен тұлғалар болсын. Көп рахмет сұхбатыңызға, Гүлнар Нұртаевна. Сізден сол сұрақтарға жауап алғаныма өте қатты қуаныштымын. Келісіміңіз үшін көп рахмет. Сонымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Көп рахмет. Рахмет. Сізбен жұмыс жасағаныма қуаныштымын. Рахмет. Сау болыңыздар.